Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сиқырлы су дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге гуашь бояуы, су және банкалар қажет. Мен пюре банкаларын қолдандым. Банканың қақпақтарын кез келген түспен бояп аламыз. Мен негізгі түстерді қолдандым. Ол сары, көк, жасыл және қызыл. Себебі сары ол күніміздің түсі, ал қызыл, жасыл, көк түстерді біріктіру арқылы барлық қалған түстерді алуымызға болады. Қақпақтарды бояп болған соң банканың ішіне су құйып, аузын жабамыз. Біздің сиқырлы суымыз дайын. Енді балаларыңызға берсеңіз болады. Банканы шайқаған кезде ішіндегі бояуы еріп, судың түсі өзгереді. Мінекей осылайша балаңызға тағы бір қызықты ойынның түрін көрсетсеңіз болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де осындай қызықты видеоларды көргіңіз келсе, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.